Баршаңызға қайырлы күн достар. Біз Алматыға келдік. Бұйырса басқа елге ұшамыз. Сол елге ұшпай тұрып бізді қонаққа шақырған болатын. Келе сала қонаққа келдік. Саламатсыздар ма? Привет. Қалайсыздар? Танысқаныма қуаныштымын. Рахмет. Рахмет. Что, заходите, пойдем. Очень приятно. Взаимно. В общем, достар, Нұрбек пен Аминаны негізі тойға шақырған болатынбыз. Сөйтіп қолдары тимей, жұмыстарымыз көп. Алматыға келген кезде сендерді бір сыйлап кетеміз деп айтқан болатын. Сөйтіп, үйден еттің иісі шығып тұр ғой, кәдімгідей. Альхамдулилля. Күшті. Рахмет көп. Ой, рахмет, көп. Сол, бұйырса қазір қонаққа келіп қалдық. Астына реакцияларыңызды қалдырып кетіңіздер. Это подарок от нас на день на свадьбу. Вот, Синдер Ниги на отдых собираетесь же. Вот, поэтому чемодан такой мощный, новый. Ішінде тағы бір чемодан бар. Тоже маленький. Бір ручное платье и бір не. Такой вот подарочек. Чемодан аман жарсыңдар. Вот, еще чемодан будет. Пойдем. Спальная комната. Я такой гардероб хочу, Жан. Важная. С видом на горы. Сіздердің спальняларыңыз, иә? Примерно. Это мой кабинет, мое место. Это золотая, серебряная. Құтты болсын. Жақсы болсын, Жан, сендерге сенер осындай. Клипқа алыңдар. Мен Аминадан. Еще достар, прикиньте, осы үйді, енді негізі Нұрбек пен Амина өздерінен салған болатын осы үйді. Бірақ бір оқырмандарына берейін деп жатыр екен осы үйді. Мне так жалко, мынандай. О, терраса, да, вот это? Да, терраса, газон, прям все красиво. Әр жерде витражный окна, әр жақтан выход бар. Мынау былай полностью бүйтіп гармошка болып ашылады ше. Сіздер қай жылы салдыңыздар осы үйді? 2 жыл болды, иә? 2 жылда. Қалай? Қалай енді бересіздер? Береміз. Алиса, выключи кондиционер. Алиса, включи телевизор в гостиной. Умный дом, да, несі? Что там? Что там, достар, что там? Алиса, приготовь покушать. Я не умею готовить. Екеуміз де қонақтан келіп, чемодан жинаудың орнына ұйықтап қалыппыз. Күшінде, айт сенде. Отыр. Да. Одной, ассалаумалейкум. Ассалам. Видео. Видео айда, видео. Видео. Видео, родной. О, да. Но не родной. Енді көрдіңдер ма? Енді көрдік қой, прикинь. Подарочек, приятный бонус. Родной, это был потолок. Блин, что-то плохо слышно, что-то джайняк, что звук? Раз, два, три. О, вот сейчас, да. Да, все нормально. Это нам? Беташарға. Потолок, родной. Беташарға потолок. Ят болды, но, родной. Ну, Да не, нормально. Бана слишком көп күттім деп қоямын кейде. Вы же молодые, дорога открыта, поэтому пусть будет от меня такой подарочек небольшой. Родной, I love you, родной. Рахмет сізге көп. Жаңа оқырмандарым жазып жатыр да, андай дым алып бармапсыңдар ғой дейді да, андай чайға бірдеңеге сіздер дарите. Тойға келмедік қой. Блин, ұят болды ғой біз баға. Чайға бірдеңе апармағанға ұялып кеттім ғой. Ничего страшного. Сау. Нормально все. Солай. Мен вообще Шоке. ойлағам, чемодандарын көрмей уже, когда вы там уже окажетесь, көріп қояды ма деп ойлағам ғой. Енді көрдік қой біз чемоданды енді. Біз чемоданды вообще қалдырып кетейін деп ойлағанбыз ғой. Хорошо, что кому-то не подарили. Потолок. Рахмет, көп. Вообще не айтарым, білмей тұрмын.
Шок-контент болды ғой, шок-контент. Квартираға жинайсыңдар ма? Әмин, родной. ата әжесіне еркелеп отырып жүр. Кәмпиттің бәрін ашып. Жоқ, жина деген ол жина алмайды ғой, бала. Еркелікті басқа. Ол жина алатысың, саған сен жина. Солай дұрыс болады. Короче, бірдеңге ашып қояйық, соған лақтыра берсе өзіне. Мына жігіт Нұргүлдің күйеу бала міне. Мен түсірмешпін. Пахает плотно. Қайнапам айтып отыр. Күйеу бала болатын бала екен деп ойлап Қалай? қалмаңдар, видеода ол тек. Неге қалай нені өтті ме проверканы? Өтті. Өтесің ғой, короче. Қайырлы таң достар. Шуға жеттік қой. Қайырлы күн достар деп бастаймын да. Соң Алматыға келіп алаң қауыммен аман есен жеттік. Қазір көрсеме қаяқта екенбіз да. Саяхат деген жердеміз ғой. Сонда еще біз Алматыдамыз достар.